Лавр жапырағының құрамында майлар, ақуыздар, көмірсулар, А, Б, С дәрумендері сияқты көптеген пайдалы қосылыстар бар. Макро және микроэлементтер: магний, фосфор, натрий, мырыш, мыс, селен, темір, марганец және калий. Осындай көптеген биологиялық белсенді заттардың арқасында лавр жапырағы әртүрлі аурулармен күресу үшін фармацевтикада қолданылады. Арнамызға қош келдіңіздер, достар. Сіздермен бірге пайдалы кеңестер арнасы. Арнамызға жазылып қоңырауша батырмасын басып қоюларыңызды сұраймыз. Лавр жапырағы қабынуға қарсы қасиеттері бар және анальгетикалық әсер беретін табиғи антисептик. Оның сулы инфузиясы ауыз қуысының ауруларын, тері мен шырышты қабықтың пустулярлық ауруларын емдеуде және де жараларды дезинфекциялау үшін қабылданады. Лавр жапырағы бәріміздің де ас үйімізде бар. Оны көбіне қуырылған және бұқтырылған ет, сорпа секілді тағамдарға қосамыз. Алайда бұл жапырақтың халық медицинасында көп қолданылатынын біріміз білсек, енді біріміз білмейміз. Оның құрамындағы эфир майы органикалық қышқылдар қабынуға қарсы әсер етеді. Лавр жапырағы субтропикалық климатта күн сәулесінен энергия алып өседі. Сол себепті оның адам ағзасына пайдасы көп. Енді біз көп деген дәрі-дәрмектің орнын қарапайым жапырақтың баса алатынын білеміз. Лавр жапырағы төмендегідей аурулардың алдын алуға көмектеседі. Диабет кезінде лавр жапырағының көмегімен қаныңыздағы қант мөлшерін төмендете аласыз. Ол үшін термосқа 10 жапырақ салып, 3 стакан қайнаған су құйыңыз. Тұнба 3 сағаттан кейін дайын болады. Бұл емдік сусынды күніне 3 рет тамақ жерден жарты сағат бұрын ішіңіз. Емделу курсы 2 апта. Арықтағыңыз келсе 5-6 жапырақты ұсақтап тұрап, 1 стакан салқын су құйып, 1 түнге қалдырыңыз. Таңертең лавр суын 15 минуттай қайнатып, қақпақтың астында тағы 30 минут сақтаңыз. Қайнатпаны күніне 3 рет ішіңіз. Емделу курсы 1-7. Одан кейін міндетті түрде 2 аптадай үзіліс жасауыңыз керек. Сусын дәмді болу үшін бал, жаңғақ, даршын қосып ішуіңізге болады. Ауыз қуысы ауруларына қарсы. Егер аузыңыздан жағымсыз иістер шықса, сіздің қызыл иегіңіз ісінсе, қан желі, стоматит, гингивит секілді ауруларға ұшыраған болуыңыз мүмкін. Олардың алдын алу үшін тамақ арасындағы үзілісте лавр жапырағын шайнаңыз. Нәтижесіне көзіңізді жеткізесіз. Ұйқысыздыққа ұшырасаңыз, лавр жапырағының иісі дәрілік шүйгіншөптен кем тыныштандырмайды. Жастығыңыздың астына бірнеше лавр жапырағын салып жатсаңыз, жаңа туған нәрестедей ұйықтайсыз. Бұл әдіс балаларға да пайдалы. Мұндай хош иістен бала керемет қалың ұйқыға кетіп, түні ұйқысын мүлдем бөлмейді. Ара шаққан кезде. Ара шағып алған кездегі сезім бәріңізге де таныс шығар. Егер сондай жағдайға тап болсаңыз, лавр жапырағын ара шаққан жерге қойып байлап тастаңыз. Қабыну тез арада кетеді. Үйіңіздегі ауаны хош иістендіреді. Лавр жапырағының құрамында эфир майы болғандықтан үйіңізді залалсыздандыратын қасиетке ие. 10-15 жапырақты алып, қайнатып, бөлмелерге қойыңыз. Бірнеше минуттан кейін керемет хош иіс шығатын болады. Сіздермен бөліскім келген осылар еді, достар. Сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Арнамызға жазылып қоңырауша батырмасын басып қоюларыңызды сұраймыз. Ем болсын, ауырмаңыздар. Келесі видеоға дейін аман сау болыңыздар.